Бізде Қазақстанда депозиттердің қандай түрлері бар? Ең тиімді салымдар ол әрине теңгелік салымдар. Яғни 60 миллион теңгесі болса, оны үш банкке салып қойған дұрыс болады. Әрине, пайыздық мөлшерлемесі ең жоғары салымдар ол жинақ салымдар. Армысыздар. Ақша жинап сақтаудың ең қарапайым құралы депозит. Банктік ең танымал өнімдердің бірін қолдану үшін нені білу керек? Ең бастысы, еліміздегі депозиттерді қорғау жүйесі қалай жұмыс істейді? Мемлекет кепілдік бере ме? Бүгін осы сауалдарға жауап іздеп көреміз. Студия қонағы Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының ресми өкілі Жаппарберген Айбота. Жаппарберген мырза, қош келдіңіз. Қош келдік, Ербол мырза. Қыркүйек айындағы деректерге сүйенсек, біздің банктерде қазақстандықтардың 20 триллион теңгеден астам қаражаты жатыр. Жалпы депозиттің өзі өте бір қарапайым, сұранысқа ие, танымал банктік өнім. Алдағы уақытта әлі де осы ақша жинауды жоспарлап жүрген отандастарымыз өте көп деп ойлаймыз. Сол кісілерге көмек ретінде бір өте қарапайым сауалдан бастағым келіп отыр. Бізде Қазақстанда депозиттердің қандай түрлері бар? Осыған тоқтала кетсеңіз. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 2018 жылдан бастап Қазақстанда салымдарды үш топқа жіктеген. Олар мерзімді салымдар, мерзімсіз салымдар және жинақ салымдар. Міне осы үш түрлі топқа жеке-жеке қысқаша нақтылап тоқтала кететін болсақ, солардың ішінде ең халыққа жақыны, ең икемді, ең танымал салым ол мерзімсіз салымдар. Олардың ішінде талап етілмелі салымдар бар, шартты салымдар бар. Бұл өте икемді салым. Бұл салымға кез келген уақытта ақша салуға болады және азайтылмайтын қалдық шегінде кез келген уақытта ақша алуға болады. Шот жабылмайды. Бұның пайыздық мөлшерлемесі қазіргі уақытта инфляциядан жоғары. Елімізде қазіргі кезде инфляция 8,5% құрайтын болса, бұл мерзімсіз салымдардың сыйақы мөлшерлемесі 13%-дан жоғары. Қарап отырсаңыз, инфляциядан едәуір жоғары болып отыр. Бұл мерзімсіз салымдар халық арасында қазіргі кезде өте танымал. Олардан басқа мерзімді деген салымдар бар. Мерзімді салымдар. Бұл мерзімді салымдардың сыйақы мөлшерлемесі мерзімсіз салымдарға қарағанда жоғары. Бірақ егер де сіз ақшаңызды мерзімнен бұрын толықтай немесе ішінара алатын болсаңыз, онда пайыздың белгілі бір мөлшері жойылады. Бірақ шот жабылмайды. Тағы бір салым түрі ол жинақ салым. Бұл енді нағыз инвестиция көзі деп айтуға болады. Бұның пайыздық мөлшерлемесі өте жоғары. Қазіргі уақытта оның көлемі 18% құрайды шамамен. Соның ар жақ бер жағы. Жаңа енді өзіңіз депозит таңдайтын кезде ескеру керек жайттардың біразын айтып кеттіңіз. Бұған қосымша тағы қандай нәрселерді ескеру керек? Бұл жерде айта кететін екі мәселе бар. Ол әрине артық ақшаның көлемі қолыңыздағы. Және ол сіздің алдыға қойған мақсатыңыз. Міне соларды ескере отырып, салымдарды таңдаған жөн болады. Әрине бұл жерде біздің берер кеңесіміз әрбір салымшы ақшаны бір емес бірнеше салымға салғаны абзал. Солардың ішінде, мысалы, соңғы кезде ғалымдарымыз айтып жүр, әрбір азаматтың қаржылық қауіпсіздік көпшігі болу керек. Яғни, кез келген уақытта, кез келген сәтте ақшаны ала беруге, ақшаға қол жетімді салым болу керек дегендей. Бұл жерде салымшы ақшасының бір бөлігін мерзімсіз салымға салғаны жөн. Мұны ол кез келген уақытта, кез келген сәтте қандай да бір жағдайға байланысты алуына мүмкіндігі бар болады.
оның үстіне оның пайызы жойылмайды, шот жабылмайды. Ал қалған бөлігін әрине ол болашаққа деп табыс алу мақсатында жинақ салымға салуына болады. Ақшаны жалпы қай валютада сақтаған дұрыс? Дәл қазіргі кезде жаңа айтып өттім, елімізде дәл қазіргі уақытта инфляцияның көлемі 8,5%-ды құрайды. Осы ретте біздің қазақстандық салымшылардың көпшілігі үшін ең тиімді салымдар ол әрине теңгелік салымдар. Өйткені теңгеде ашылатын мерзімсіз салымдардың да, мерзімді салымдардың да, жинақ салымдардың да сыйақы мөлшерлемелерінің көлемі инфляциядан едәуір жоғары. 13-15%, ал жинақ салымдарда 17-18%-ға дейін барады. Ал шетел валютасындағы салымдарға келетін болсақ, әрине қазақстандықтар шетел валютасында да салымдар ашуға құқылы. Оның ішінде де, олардың ішінде де мерзімсіз салымдар бар, мерзімді салымдар бар. Бірақ шетел валютасындағы салымдардың барлығының пайыздық мөлшерлемесі 1%-ды ғана құрайды. Енді бізде депозиттердің сұранысқа ие болуының және қарапайымдылықтан бөлек тағы бір басымдылығы ол сенімділік. Әрине. Өйткені депозиттерге мемлекет кепілдік береді. Сақталуына кепілдік береді. Арнайы елімізде депозиттерге кепілдік беру қоры жұмыс істейді. Осы қордың жұмысына тоқтала кетсек, негізгі міндеті қандай? Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің басты операторы, осы жүйені алып барушы, жүзеге асырушы жалғыз ұйым, ол Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры. Қордың жалғыз құрылтайшысы, жалғыз акционері мемлекет атынан Қазақстанның ұлттық банкі. Қордың алдына қойған негізгі мақсаты ол еліміздегі қаржылық тұрақтылыққа белсенді араласу. Қаржылық тұрақтылықтың орнауына белсенді көмектесу, соған сеп болу. Банктер мысалы жабылып болмаса бір форс-мажорлық жағдай орын алған кезде адамдардың қаражатын қайтарып беруге көмектесу ғой негізгі мақсаты. Әрине, дұрыс айтасыз. Тағы бір екінші мақсаты, өзіңіз айтып өткендей, жеке тұлғалардың, салымшылардың, дара кәсіпкерлердің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау. Қалайша, егерде қандай да бір екінші деңгейдегі банк, яғни Қазақстанның депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы екінші деңгейдегі қандай да бір банк банкротқа ұшырайтын болса, банктік операцияларды жүргізу лицензиясынан айырылатын болса, оның салымшыларына өтем ақшаларды төлеуді біздің қор өз жауапкершілігін алады. Сол арқылы олардың құқықтары мен мүдделерін қорғайды әрине. Жалпы жиынтық сомасы қанша, мысалы, қанша миллион теңгенің көлемінде? Кепілдік сомасына келетін болсақ, бұл жерде ең жоғары сома жинақ салымдарға қатысты. Ұлттық валютада ашылған жинақ салымдар бойынша кепілдік берілген максималды сома ол 20 миллион теңгені құрайды. Ұлттық валютадағы жинақ салымдардан басқа, барлық басқа салымдар, олардың ішінде мерзімді салымдарды бойынша, олардың ішінде төлем карточкалар бар, ағымдағы шоттар бар дегендей, міне солар бойынша кепілдік берілген максималды сома 10 миллион теңгені құрайды. Ал шетел валютасындағы салымдардың барлық түрі бойынша кепілдік берілген максималды сома 5 миллион теңгені құрайды. Банк банкрот болған жағдайда қор салымшының қаражатын қанша күн ішінде қайтарып береді? Заңнама жүзінде біздің қор салымшыға төленетін өтем ақшаны 35 жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті. Енді осы қор бюджеті қалай жасақталады деген сауал туындайды. Қор ақшаны қайдан алады? Бұл сома қордың есебінен арнайы резервтің есебінен төленеді. Қордың арнайы резерві қалай құралады? Ол қалай қалыптасады? Бұл негізінен
осы Қазақстанның депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысатын банктердің 90 сайын, яғни 3 ай сайын төлейтін күнтізбелік міндетті жарналар есебінен қалыптасып отырады. Бұл жарналар, яғни банктер төлеп отырады. Бұл жүйеге қазіргі уақытта 19 банк кіреді. 19 банктың тізімі біздің қордың сайтында нақты көрсетілген. Енді мысалы банк банкрот болған жағдайда бір нақты мысал түрінде айтайықшы, салымшылар арыз жазу керек пе, мысалы қорға барып, болмаса сол банкрот болған банкті тарату комиссиясына барып, әлде қор автоматты түрде жаңағы арнайы базаның негізінде қарап отырып, клиенттеріне хабарлама жіберіп, ақшасын тарата бастай ма? Бұл жерде салымшылар банкке немесе жаңағы біздің қорға келудің ешқандай қажеті жоқ. Өйткені банк лицензиясынан айырылған жағдайда Қазақстанның қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің араласуымен, соның қадағалауымен банктың уақытша әкімшілігі құрылады. Уақытша әкімшілік сол банктегі бүкіл салымшылардың тізімін, сол салымдардағы қалдықтардың мөлшерін, төленетін кепілдік мөлшері бойынша салымшылардың, яғни депозиторлардың тізілімін жасап, дайындап, нақтылап, пысықтап біздің қорға табыстайды. Біздің қор сол депозиторлардың тізілімін қарап, шығып, тексеріп, бекіткен соң қор агент банкті тағайындайды қысқа мерзім ішінде. Сол агент банкті, жаңа айтып өткенімдей, 35 жұмыс күні ішінде жасалады бұл тірліктің барлығы. Осы мерзім ішінде біздің қор агент банкті таңдап, сол агент банкке жаңағы депозиторлардың тізілімін жібереді. Және жеткілікті көлемде қаржы аударады. Жапарберген мырза, депозиттерге кепілдік беру қорының сайты бар, әлеуметтік желідегі парақшалары бар, немесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрақты түрде ақпарат таратып отырады, оны жақсы білеміз. Одан бөлек клиенттерде тікелей сұрақ туындаса, қайда хабарласа алады? Қор әрқашанда салымшылармен кері байланыс орнатуда заман ағымына сәйкес жұмыс істеп келе жатыр. Бұл ретте ең бастапқы айта кететін жайт, егер де Қазақстанның депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесі туралы салымшылар тарапынан қандай да бір қосымша сұрақтар бар болса, кепілді өтемнің көлемі, мөлшері жөнінде, бұл ретте 1460 тегін қысқа нөмірі бар. Сол арқылы хабарласып, біздің байланыс орталығының білікті мамандары тарапынан қажетті ақыл кеңестер алады. Немесе сауалдарын біздің қордың электрондық поштасы бар, өнекен телеграм арнасы бар, kredit.kz деген, солар арқылы сауалдарды жолдап, сұрақтарына жауап алады. Міне, құрметті көрермендер, сіздердің депозиттеріңіз, болмаса басқа да салымдарыңыз өте сенімді қорғалған, және кез келген уақытта ол мемлекеттің, болмаса банктың қоржынында қалмайды. Бір тиынына дейін түгелдей өзіңізге қайтарылады. Тіпті сұрамаған жағдайдың өзінде ол сіздің зейнетақы қорыңыздағы шотыңызға барып түседі. Дұрыс қой? Дұрыс айтасыз. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қосылған, енді ол автомат түрде қосылады деді ғой бағана. Салымшының қандай құқығы бар деген сауал туып тұр. Салымшының құқығы әрине ол банк лицензиясынан айырылған жағдайда салымшы өзінің жинақ ақшасы бойынша қордың белгілеген кепілдік, максималды кепілдік мөлшері сомасында өтем сомасын алуға құқылы. Көп рахмет, Жапарберген мырза. Осымен сұхбатымыз тәмам. Тұшымды, өте мұқият, жан-жақты жауап бердіңіз. Көбірек ақша тапқан емес, тапқанын дұрыс жинай білген адам табысты болады. Ал ақшаны сенімді жерде сақтау керек. Бүгін депозит және оған кепілдік беруге қатысты сұрақтарға жауап іздедік. Фин подкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талдаймыз.
бай қуатты болайық.